Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Алла мен қуаты тағалаға мен есен ба? Кеше Назарбаев бірінші президент 30 жыл елбасы жасасын, елбасы болмаса, мен болмасам менің артымнан менен басқа еретін адам сендерде жоқ деп кезіндегі депутаттарды емізіп келген. Елбасы кеше неге барған? Атын ет. Санкт-Петербургқа Путинмен кездесуге. Мен соны кеше түнде жатып ойландымшы. Мына енді кіммен Тоқаев барған кезде енді Украинамен қазір соғыс болып жатыр ғой. Енді Тоқаев кіргеннен екі жақтан енді кімді қорғап енді дрон тиіп кетпесін, болмаса бір атып түсіріп қоймасын деп барды ғой. Енді мына Назарбаевтың да духы мықты екен деймін да. Тиіп кетуі де мүмкін ғой мысалға. Бірақ барыпты да, бір маңызды мәселемен барған ғой әңгіменің ашықшы. Негізі бұл өте дұрыс емес деп ойлаймын. Президент болдың ба уақытында, істедің бе, болды, үйіңде жат. Одан шығып алып сумаң етіп ары бері жүрген негізі болмайды ол. Елдің әңгіменің ашық. Тоқаевқа да абид нашар деймін да, Тоқаевқа да. Неғып мен президент болып жүрмін деп ойлайтындар деймін да. Енді істеп отқан жұмысыңа біреу кеп кірісе берсе де болмайды мысалға. Енді ол Ресейге барып енді ол енді екі дос болып әңгіме айтады ғой енді. Не істеп жатсың анау мынау деген сияқты. Ондай әңгіме айтпайды. Ол жерге барып сол бір үлкен әңгіме айтады ғой. Жоқ болмаса Тауман ба, ана екі баласы бар ғой. Соны билікке жақындатсам ба, же болмаса қай жаққа кетсем деп сұраған бекен. Одан мына қазір бір ақпарат шықты. Назарбаевты елден шықпасын деген заңды қабылдауымыз керек деп. Өте дұрыс. Елден шықпасын емес. Осы қызметке келіп, мысалға, кім болсын, Назарбаев болсын, Серік Ахметов болсын, Мамин болсын, кім бар? Үлкен қызметтер өткен, солардың арт жақтан барлығын тексеру керек. Қазіргі билікте отырғандарын да барлығын тексеріп, жеп ішкендері бар болса, жұтып қойғандары бар болса, соны құстыру керек әңгіменің ашығы. Жалпы енді бірдеңке болып жатыр ғой енді, Ақорданың ішінде бірдеңке болып жатыр, не болса да, оны енді білмеймін не болатынын. Енді мен де ойлап қоймын, Назарбаев та мықты екен енді. Соғыс болып жатқан жерге кіріп барды. Одан кейін мынау Трамп пен Зеленский жолығыпты. Оның алдында бір-екі ақпараттарды айта кетейін. Мына Запорожск облысындағы АЭС бар, Украинаның АЭС соған. Сол жердегі соғысты қазірге тоқтатып тұру мәселесі бойынша Ресей мен Украина келісімге келіпті деп ақпарат жіберіпті. Оны кім жіберді десеңіздер, мына бүкіл әлемдік АЭСті бақылайтын, АЭС қалай жұмыс жасап жатыр, оны дұрыс қазіргі стандарттарға сай салып жатыр ма, соны бақылайтын МАГАТЭ деген ұйым бар. МАГАТЭ енді расшифровкасын енді оны өздеріңіз іздеп таба аласыздар. МАГАТЭ деген ұйымның басшысы хабарлапты. Запорожье облысындағы АЭСті енді қақтығыс әзірге дейін тоқтап тұруды екі елде келісімге келді деп. Одан кейін мынау енді Ресейдің МПЗ барлығын тағы да жарып жатыр. Зеленский неге барыпты? Атын ет. Америкаға барған әңгіменің ашығы. Америкаға барып Зеленский мен Трамп жолыққан. Трамп өзі есіктен кіріп келе жатқан жерде тосып алыпты Зеленскийді. Трамптың мәлімдемесі бойынша мына соғыс бітуіне аз қалып тұр. Финалға келіп қалдық, финалға. Енді екі жақ келісімге келетін болса, бұл соғыс тоқтатуға негізі мүмкіндік туып тұр депті енді. Ресей жақ не дейді? Же болмаса біз келіспейміз, ары қарай тағы да движуханы жалғастыра береміз деймін. Одан кейін мынау CNN деген ақпараттық портал бар, біздің Азаттық сияқты мысалға деп айтсақ болады. Солар айтыпты, мынау 28 бағыттық документ Трамп дайындап Зеленский мен Еуропаға ұсынған еді, олар оған көнбей 20 бағыттық
ұсыныстарын да оны жіберді. Ол жерде не айтқаны белгісіз. Енді не болса да Украинаның құқығын қорғау мәселесінде көп нәрселер қаралды деп ойлаймын. Және де жер мәселесі. Мына Донбасын бізге бересіңдер деп жүреді ғой. Кім? Ресей. Донбасыны кім айтты, кім еді аты? Зеленский айтты, ол бізге де емес, сендерге емес, ол ортада болсын. Оны енді болашақта мүмкін Америка басқаруы мүмкін, ол экономикалық бір сауда алаңы болсын депті. Және де енді платина деген енді мықты не ғой, қалай айтсам екен, мықты қорғаныс қой платина деген. Мысалға CNN-нің айтуы бойынша осы соғыс аяқталып кетіп, Украина өзінің ұсыныстарын беріп, енді бір-екі жерінен артқа шегініп кететін болса, Трамп осы соғысты тоқтататын болса, Америка Украинаға платина дәрежесінде, енді кезінде де мына кім айтты ғой, Буш, қателеспесем Буш айтты, біз кезінде естер тарқаған соң Қазақстан мен, қате айтпасам, білмеймін, Беларусияда болды ма болмады ма, Украинадан ядролық бомбаларды алды да Украинаға уәде берген екен, сендерге Ресей және де басқа елдер шабуыл жасайтын болса біз қорғаймыз деп. Бірақ ол сөз жүзінде қалды. Бірақ Буш айтыпты, біз Украинадан ядролық бомбаны алмаған кезде қазір мына соғыс болмайтын еді. Сондықтан бұл соғыс қаласаң да қаламасаң да ол сол кездегі уәде берген мемлекеттердің соғысы және де біздің соғыс деп мәлімдеме жасаған еді. Енді платиналық дәрежедегі соғыста платиналық дәрежедегі кепілдікті береміз деп тұр ғой. Енді ол қандай кепілдік бол, же болмаса сөз жүзінде ғана бола ма, және де бұл келісімге келіп қалатын болса Украинаға алдыға серпіліп жақсы даму үшін экономикалық шарт түземіз деген ақпараттарды да ұсынды. Енді білмеймін енді не болады екен. Енді кеше жолықты, енді бүгін енді жолыққаннан кейін екеуі шығып конференция өткіземіз деген екен. Әлі ол жайлы ақпараттар келіп жатқан жоқ әңгіменің ашығы. Жалпы сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, байланыстамыз. Жақсы.